Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен пиццаның қамырын жасаймыз. Ол үшін 300 грамм жылы сүт, тұз, қант, ашытқыны салып, жақсылап араластыруымыз қажет. Араластырдық. Енді бұның бетін салафанмен немесе осындай крышкамен жауып қойып, бір 15 минутқа қойып қоясыздар. Енді оған дейін біз жаңағы пиццамыздың салмасымен айналыссақ болады. Пиццаның салмасына менде колбаса, сыр және де помидор болады. Колбасаны осылай 4 бұрыш тығып тураймыз. Және де сырды теркадан өткізіп, помидорды домалақтап жіңішкетіп тураймыз. Пиццаның салмасына өзіңіз үйде не бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Огурцы болсын, жаңағы перец болсын, қалаған затыңызды қоса бересіз. Салманың бәрін дайындап болдық. Енді қамырымызға көшейік. 15 минут тұрған болатын. Енді 15 минуттан кейін осындай аппарат пайда болады, осындай шапочка. Енді осының үстіне біз жарты стакан сұйық май қосуымыз қажет. Мен көз мөлшермен қостым. Ол шамамен жарты стакан болып шығады. Майды осылай араластырып болған соң үстіне ақырындап ұнды саламыз. Ұнды бастысы өте көп салудың қажеті жоқ, өйткені пиццамыздың қамыры хрустящий болып, қап-қатты болып қалады. Сондықтан осылайдан көз мөлшермен салып отырып, қасықпен араластырып отырып, ұнның көлемін тексеріп отырасыздар. Осылайдан қасықпен араластырып отырып, қамырымызды илейміз. Қоюланған кезде қолымызбен көмектесіп, қолымызбен қамыр жақсылап илейміз. Осындай домалақ формаға келтірген соң, тағы да крышкамен немесе салафанмен үстін жауып қойып, 1 сағат немесе 2 сағатқа қалдырып кетсеңіздер болады. Біздің жаңағы нанымыз көтерілу қажет. Шамамен менде 1 сағаттай өтті. Менің наным 2 есе көтерілді. Енді бұны біз 2-ге бөлуіміз қажет. Бұл қамырдан бізде 2 пицца шығады. Мен қазір бірінші бөлігіне ғана жасайтын боламын. Оқтаудың көмегімен сәл ғана ұн сеуіп, біз жаңағы нанымызды илеуіміз қажет. Өте жұқа ғып илесеңіздер болады. Сонда біздің пиццамыздың қамыры жұқа болып шығады. Егер қалың болып тұрса, онда орта жақтары піспей қалуы мүмкін. Мен осылай иледім. Енді осындай табаға пергамент қағазын жайып, біздің жаңағы қамырымызды төсейміз. Егер пергамент қағаз болмаса, май жағып қойсаңыздар болады.
Енді мен соус ретінде майонез немесе кетчупты қолданамын, немесе екеуін бірге де қолдануға болады. Екеуін араластырып бірге жағып болған соң, жаңағы алдында біз жасап қойған салмамыздың жаңағы кезек-кезекпен араластырып қоямыз. Колбаса мен помидорды орналастырып қойған соң, пешімізді 180 градусқа қыздырып қойып, пиццаны 20 минутқа жібереміз. 20 минутінде пісіп шықты. 20 минуттан кейін пештен алып шығып, жаңағы теркадан өткізілген сырымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Содан соң тағы да 5 минутқа жібереміз. Өйткені біздің жаңағы сырымыз езіліп, плавленый болып шығу керек. Неки 5 минут өтті, мен пиццам дайын, осындай әдемі болып шығады. Енді кесіп көрейік. Сіздерге разрезін барлығын көрсеткім келеді. Міндетті түрде үй іштеріңізді қуантып, кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларда рецептерде кездескенше сау болыңыздар.